қонсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі. Бүгін өр-намыстан жаратылған, өзгелерден даратылған, бабалардың батырлығы хан мен бойға даратылған ақтөбелік азаматтар жиналып тұрған жайымыз бар. Бүгін жиналып тұрған себебіміз елімізде шет елдерден кірген автокөліктердің мәселесі. Осы күнге дейін әлі түйткіл осы мәселе болып шешілмей тұрған жайы бар. Соған байланысты Ақтөбе облысының азаматтары жиналып осыған байланысты алаңдатушылығымызды білдіргіміз келеді. Енді қазіргі төменде айтатын бүгін талаптарымызды кезек-кезегімен айтып кететін болсақ, бірінші мәселе ол мына елімізге үшінші елдерден келген автокөліктердің мәселесі. Ассалаумағалейкум. Мен мына үшінші елдерден келген автокөлік, транзит автокөліктерінің атынан сөйлеп тұрмын. Ол жаңағы біздің Грузия елінен келген, Кореядан келген, США-дан келген, Дубайдан келген, Монғолиядан келген автокөліктердің аттарынан, транзиттен. Бірінші мәселе, бізде түйткіл болып тұрған, жүректің ішіне қиын болып тұрған себеп ол утилизационный сбор мен первичный регистрация мәселесі. Сол бізге халықтың ахуалына қатты қиын болып тұр. Соны алып тастауларыңызды талап етеміз. Талап етеміз бе? Талап! Оны біріншіден аргументировать ететін болсам, мен елімізден өзімнің автокөлік алайын десем, бізде мемлекетте автокөлік қымбат. Біріншіден, екіншіден автокөлік уже көнерген. Ол қауіпсіз мемлекетте жүруге. Әкелген себебіміз, енді утиль мен первичный төлейін десем, оның бағасы тым қымбат. Бізге елімізге транзит болып, үшінші мемлекеттерден кірген автокөліктердің 100%-ның 20% ғана халықтың қалтасы көтере алады төлеуге. Қалған 80% көтере алмайды төлеуге. Сол себеп транзитпен жүруге әлі мәжбүр. Сосын, екінші мәселе, растаможка мәселесі. Мысалға келген көліктің өз бағасына ВТО-ның сеткісі бойынша 27% растаможка төлейміз. Сол мәселені толықтыра айта кетсек, ол ВТО дейтін Всемирный торговый организация, ол бүткіл мемлекеттегі сетка бойынша, например, Toyota Camry 13 жылғына бағасын бәрі бір жақта бірдей есептеледі. Бельгияда, США-да, Қазақстанда, Өзбекстанда. Бірақ США мен Бельгияны алатын болса, ояқтың жалақысы біздікіне қарағанда өте жоғары. Олар өздеріне Camry'дің растаможкасын бит 2 апталық айлығына төлей алады. Ал бізде Қазақстанда орта жалақы есеп, ол Camry'дің растаможкасын төлеу үшін біз 2 ай жұмыс жасауымыз керек, 2 апта емес. Сол себепті альтернативаға келуге болады ғой. Соның бағасын, растаможканың бағасында қарасақ. Сосын бізді алаңдататын себеп, мына растаможка төленгенде, ол 3 этапқа бөлінеді, сол 3-ші этаптың почта дейтін этап бар, 80% ортақ қазанға түседі. Осы біздің ЕАЭС-қа кіретін 5 мемлекеттің. Соның ішінде 87% Россияға кетеді. Сол енді сондай 80% поштаны ортақ қазанға түсе тұра, мен ВТО мен растаможка автокөлігімді мен 5 мемлекетке сатуға рұқсат берсеңіздер. Қалған Қырғызстан, Белоруссия, Россия, Армения. Енді осыған орай, осы жерде толықтыра кететін жағдай, осы үшінші елдерден келген мемлекеттегі автокөліктердің бәрін тіркеуге қойған кезде, біздің Қазақстанда ол автокөліктердің бәрін SOS кнопкасын қондыруға талап етеді. Ол SOS кнопканың бағасы өте қымбат және де істемейді. Оған кешегіде осы Ақтөбе облысында болған боран дәлелі болды. Жолда қалды, SOS кнопканы бас, ол ешқандай былайша айтқанда жайтылмай айтса эффект бермейді. Осыған байланысты осындай талаптарымыз бар. Енді екінші талап, елімізге Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің 2022 жылғы 1 қыркүйегінде жолдау барысында айтқан болатын. Елімізге шетелдерден келетін автокөліктердің жаңа криминалдық схемаларын бәрін тоқтату деп. Нақтырақ айтатын болсақ, остановить серия схемы ввоза в республику деді. Оны орындалмады. Оның орындалған нақты бір бұйрығы 176-ші бұйрық өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жанынан шыққан. 16 қаңтарда 2024 жылғана орындалды. Осыған байланысты елімізге 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктердің, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келген Армения, Қырғызстан, Белоруссия және Қырғызстан мемлекеттік нөмірлерін таққан автокөліктердің бәрін заңдастырып беруін талап етеміз, құрметті ағайын. Енді тағы да осы үшінші мәселе, бүгінгі жиналып тұрған жайымыздың. Үшінші мәселе, елімізге 2023 жылы өткен заңдастыру аясында автокөліктер тіркеуге алынған болатын. Солар тіркеуге алынғаннан кейін қазір ол автокөліктерге шектеу өрт. Біріншісі, конструктор ретінде елімізге кіргізген автокөліктер сатуға болмайды және шетелге шығуға болмайды деген талап қойылды. Және екінші тағы да бір мәселе,
Ол мына елімізге уақытша тіркеуге алынған автокөліктер. Енді заңдастырудың өткеніне біраз уақыт болды. Ол автокөліктердің бәрі ешқандай қылмыстық іздеуде жоқ екені уже танылып та жатыр. Енді осы автокөліктердің өздерін сатып, ары қарата өздерінің керек жарақтарын жаратуға, және де өзінің шетелге неге адам тасумен, таксовать етумен, зат тасумен айналысатын азаматтар бар. Соның еңбегіне бұғау болып тұрған жайы бар. Осы автокөліктердің бәрін, легализациядан өткен автокөліктердің бәрін 13-14 пункттерін алып, сатылатын қылып беруін талап етеміз. Талап па ағайын? Енді осыған орай бүкіл мәселенің бәрін түйіндей келе айтқымыз келетіні қазір елімізде осы автокөліктермен бір осы мәселе шешілгенше жүру қиын болып тұр. Біздер осы мәселелердің бәрін шешу үшін үстел басына отырып келіссөздер жүргізуге дайынбыз. Және екі жаққа да ортақ ыңғайлы талаптарымыз, ұсыныстарымыз бар. Біздер өз еліміздің нағыз патриоттарымыз, еліміз сүйетін азаматтарымыз, еліміздің экономикасы, бюджетіне де зиян келмей, және халыққа да ыңғайлы болатын затты ойластырып қойған жайымыз бар. Әрқашанда сол переговорға отыруға дайынбыз. Осы мәселе үстел басында шешіліп, нақты бір шешімін тапқанша, осы автокөлік иелеріне өзінің отбасын, нәпақасын осы автокөліктермен тауып жүрген азаматтарға 590 баптың 2 тармағын уақытша мораторий жариялап, және де сақтандыру полистарын бере тұруға талап етеміз ағайын. Енді осы видео үндеуімізді біз міне ақтөбелік азаматтар ол бүкіл қазақ елінің азаматтарымен бірігіп, жан-жақты айтылып та жатыр, бүкіл қалалар, бүкіл қазақ елі солаймен түгелдей бір мәселені көтеруде. Осы бүгінгі видео үндеуімізді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, және де әлі жаңа тағайындалған сиясы кетпеген Олжас Бектенов мырзаға, премьер-министрге жолдаймыз. Және де Сенат, мәжіліс депутаттарына, Аманат партиясына, бүкіл жақсы көретін игі жақсылардың бәріне жолдаймыз. Құрметті билік басында отырған азаматтар, ағайындар, естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасының Конституциясының 3-ші бабында жазылғандай биліктің бастауы ол халық. Кез келген халыққа кедергі істейтін заңдардың бәрі қайттан қаралу керек деп ойлаймыз. Бүкіл ақтөбелік азаматтарынан сіздерге бәріңізге мың алғыс, өз жиналғандарыңызға бүкіл талаптарымыз орындалсын ағайын. Талап!